Маңайда қасқырлар қаптап жүр. Пайғамбардың орнына оның бізге не жібергендерін қарасаңдар. Мұна қарашы, міне. Джоэл, қайда жүрсің ұлым? Ұлымды көрген адам бар ма екен? Джоэл, сіз менің ұлымды көрген жоқсыз ба? Оның бойы мынадай, шашы көмірдей қап-қара. Атам айтады, мен саған не айтсам сен соның бәрін бұлжытпай орындауың керек дейді. Ал менің атам жақсы бақташы болған. Білем, сенің әлі де ойнағың кеп тұр ғой, жарар, өзіңнің бақташыңды тыңда. Маған қарай 3 қадым аттап бас. Әке, қойдарымызды қасқырдан қорғау үшін бір амалын табу керек. Қазір әрбір адам есепте, тіпті Джоэлді қолданып қой. Мен отарлардан ойлап тұрған жоқпын бен. Қасқырлар қаскөйлігіне басып көзіне көрінгеннің бәріне кішкентай балаларға дейін шауып жатыр. Сары, бауырыңды көрмедің бе? Жоқ. Әкеңмен бірге осында қалатыр. Мен барып ол жүгірмекті іздеп келейін. Сосын сенде бір жаққа жоғалып кетіп жүрме. Мақұл, Кішікентай. Ал енді төмен қарай 3 мәрте шырғыбелек айналып түсейін. Жоқ, олай жарамайды. Анан қара, біреу келе жатыр. Қара кездесіп төмен түсейік. Шамасы мені шешемізде жүрген болар. Кішкене қоя тұр деймін. Ойнайтын уақыт емес. Тыңда деймін мені. Тоқта. Дереу мұнда кел. Қасқыр, көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Қасқыр. Брэмбл. Міне қасқырдың өзі келді. Қарай көріңдер. Мына қасқыр менің немеремнен оңай қалыпты ғой өзі. Түріңнің қандай күлкілі екенін өзің көрсің ғой шіркін. Қане төменсіңдер. Мен өмір бақи осында қалам. Сонда аштан-аш отырмақсың ба? Онымен қоймай әрі жаурап, әрі шаршайсың ғой. Мейлі, маған бәрібір. Мен Сараны білем. Ол мені ақымақ қылып өзі мәз болғысы келеді. Үлкен болып өскенімше осы арада тапжылмай отырамын. Сонда ол мені енді қайтып қорқыта алмайтын болады. Енді түсіндім. Бірақ үлкен болғанның бәрібірдей батыл бола бермейді, Джоэл. Құдайдың ылғида бізбен бірге екеніне сену керек. Құдайға сенсең, оның бізге деген мейіріне сенсең, ештеңеден қорықпайтын құдіретке ие боласың. Түсінбедім, ата. Құдай бір мезгілде бәрімізбен бірге қалай бірге болады? Өзіміздің қойдарымызбен қалай бірге болсақ, солай бірге болады да. Құдай жерге пайғамбар жіберуге уәде еткен. Ол бізді желеп жебейтін ақылсыз тазымыз және қамқоршымыз болады. Мен соны өмір бақи күтіп жүрмін. Пайғамбардың келетініне, көп ұзамай келетініне көзім жетеді. Тағы да пайғамбарды көксеп тұрсың әке. Одан да қасқырлардың лаңын айтсаңшы. Құрғақ елден не шығады? Жойылды нақты әрекет қана ержүрек ететін ойдайық та. Оны өзімізбен бірге алқапқа барып нағыз жұмысқа салайық па? Және бүгін түннен қалай бастасын. Қасқырмен арпалысу үшін бізге де көмек қажет. Бұл енді әділеттікке жатпайды. Мен де жақсы бақташы болар едім.
Сендер маған сенбейсіңдер, ал мен ештеңеден қорықпаймын. Жетер, Сара. Сенің онсыз да үйдегі жұмысың бастан асып жатыр. Маған көмектесуің қажет. Қазірден бастап кірісе беруіңе болады. Жүр, қаны. Рахмет, Сара. Ей, абайласаңшы. Сара, бізде жейтін тамақ көп емес. Ашуланды мекенде тамақты лақтырып тастауға болмайды. Кешір, әке. Отырайын алып кетейін. Келгенді қиқар болмауға тырысарсың. Бүгінгі кешкі асымыз ерекше болайын деп тұр. Шын ба? Иә, бұл кішкентай ұлдың соңғы кешкілік асы. Бүгіннен бастап сен нағыз бақташы боласың. Рас па, әке? Мен әлі білмеймін. Жұрт осы төңіректен көп қасқыр көріпті. Сенің солармен шайқасуыңа тура келеді. Олар ендігі мүлде жақын келген шығар. Шешем қасқырларды көрді емес пе? Сендер оған неге үлкен кісіде сөйлесіңдер, олар кішкентай ғой. Мен кішкентай емеспін. Сен қорқасың ғой, мен қорықпаймын. Жан-жалды қойыңдар, балалар. Біз барлық уақыттарда өзімізбен бірге боламын деген Құдайдың уәдесіне сенеміз. Қорқатын ештеңе жоқ. Иә, менде осы уәдеге сенуім керек. Осы уәде жайында өмір бойы естіп келем. Алайда ештеңе өзгеретін түрі көрінбейді. Ал енді мен саған сенемін, ұлым. Әке, әңгімені доғарайық. Ешкімнің уәдесін сеніп қалма, жойыл. Тек өзіңе өзің бекем бол. Сабырмен күте біл. Байыпты болғайсың, Брэмбл. Мен жақсы бақташы болам. Сен маған сенуге тиіссің. Ал мен сенбеймін. Осы жасыма дейін ағаш басында отырған бақташыны көрсем көзім шықсын. Амансың ба, ата? Бері қарай түссеңші. Менің саған әкелген бір сыйлығым бар. Кезекті ертегілер ме? Тура сендей кезінде бұл менікі болған. Мұндай әдемі асатаяқты ешқашан көрген емеспін. Бұны мен көзімнің қарашығындай сақтаймын. Өзіңді сақта. Мұның сенің қолыңда болғанын қалайладым. Бұл енді әділет емес. Саған қасиетті жазудан бір жайларды айтайын деп едім. Құдайдың елшісі бізді желеп қамқорлық жасайды. Ол былай деген: Құдай менің бақташым, ал мен сендердің бақташыларың боламын. Ата, өзің ойлашы. Мен ешқашан көрмесем, оған қалай сенбекпін? Құдайға сен. Ол керемет хикмет немерем менің. Өмір бақи соған сенетін бол. Күндердің күнінде бұл керемет болады. Мен үміттенемін. Солай болса екен деймін. Әке, жүретін уақыт болды. Дайынбысың, кішкентай бақташым? Дайынмын. Мен не сонда отарды жалғызбаған ба? Жоқ, біз келе жатырмыз. Жолдың ұзағын-ай. Мен қорықпаймын. Ал сен ше? Менің қорықпайтын себебім, өйткені Құдай менің бақташым. Ал мен сенің бақташымын, Брэмбл. Сондықтан сен де қорықпауға тиіссің. Бұндай жаман болма, Брэмбл. Қаны тұр, әйтпесе мен өзімнің... Қағат деген ай. Атамның асатаяғын ағаштың түбінде ұмытып кеттім. Қара, бұлар бізді іздеп жүр. Мен білемін. Мен сенің, мына, бұлай көтеремін. Шойыл, ереу тоқтат қане. Бүкіл қойды күттің. Қане. Жүріңдер, кәнеки, кеттік. Жүріңдер. Қимылда деймін. Естіп тұрсың ба мені? Жүр деймін саған, жүр. Қаны кеттік. Кеттік деймін. Олай емес, Брэмбл. Ана жаққа жүру керек. Брэмбл, кешір.
Мен саған ешқашан жақсы бақташы бола алмаспын. Қайт кейін, Брембл. Кешір. Көрдің бе? Әлі мүлдем кішкентайсың. Егер мен нағыз қасқыр болғанда, сен ендігі жарық дүниемен қош айтысар едің. Қасқыр деген ойыншық емес, Сара. Өзің мұнда не қылып жүрсің? Ата, мені шешетайым жіберді. Рас па? Джоэл аса таяқтан ұтып кетіпті. Жоқ, Сара. Шешең сені түн ішінде жалғыз өзіңді қалай жібереді? Оның үстіне айнала түгел қаптаған қасқырлар. Енді... Қалайда сені түнде өзімізбен бірге қалдыруға тура келеді. Ал шешең түні бойы сен ойлап, ұйықтамай уайымдайтын болды. Кері қайтарып атын кеш болып кетті, әй балалар ай. О, тамаша! Мынау не болды екен? Бұл не? Бұл күні сен үшін Вифлеем қаласында құтқарушы, сенің пайғамбарың дүниеге келтірді. Ол Иса Мәсіх. Бұл сен үшін нышан болады. Сен оттықта жатқан киімге ораулы нәрестені көресің. Жаңағы немене, ата? Ол келді, Джоэл. Құдай уәдесінде тұрды. Пайғамбар келді. Мен сонда баруға тиіспін. Мен оны өз көзіммен көруім керек. Сендер осында күтесіңдер ме, әлде менімен бірге барасыңдар ма? Атамның айтқаны келді. Ол енді бізден бірге болады. Ол өзінің уәдесін орындады. Бенджамин, сен менімен барасың ба? Сол неменеге керек? Ақмақ болар жайым жоқ. Одан да пайғамбарды көруге қорқып тұрмын десейші. Жа, қойсаңшы. Бұрында жалған пайғамбардың талайын көргем. Тағы да алданып ақмақ болғым келмейді. Сенуден қорықпасаңшы, Бенджамин. Мен ештеңеден қорықпаймын. Әке, осы жолы бір сеніп көрші. Джоэл, айтарымды тыңдап ал менің. Жарайды, әке. Мен барайын. Бірақ барған оның өзінде тек сенің қателескеніңе көзімді жеткізу үшін барамын. Әке, сонда біз тойларды қайда қыздырамыз? Үйдің қасындағы қашаларға қамаймыз. Мүмкін шешемде бірге баратын шығар? Иә, бұл жағдай оған ұнайтын болар деймін. Әрине, біз бір отбасымыз ғой. Бұл жақсы емес. Сақ болғайсың, Джоэл. Ал енді сені көп күтеміз бе? Жоқ, ата, біз қазір барамыз. Сен естідің бе, Брембл? Брембл. Мен сенің бақташымын ғой, Брембл. Сен қайдасың, Брембл? Брембл, қайда кеттің? Қайдасың, Брембл? Брембл, абайла! Құдай біздің бәрімізбен бірге болам деп уәде берген сияқты. Мен де әрқашан сенімен бірге болуға уәде берем. Мен білем, сен шаршадың ғой. Кел кішкене тынығып алайық. Қалай ойлайсың, ана оттықтар қандай болуы мүмкін? Сірә пайғамбар жібек жаялықпен құндықталған шығар. Оттығы сірә алтыннан болар. Сен қалай ойлайсың, Брембл?
Кішікентай сұлтан аққозы қайда кетті екен? Брембл? Брембл, қазір ойнайтын уақыт емес. Әкем бізді күтіп отыр. Брембл! Мен әлемдегі ең жаман бақташымын. Тіпті бір қозыға да ие бола алмай жатырмын. Жоқ. Қасқырлар! Ал енді не істесем екен? Құдайдың бізге берген уәдесіне сенсең, ештеңеден қорықпайтын құдіретке ие боласың. Ол құдіретке үлкендер де тіпті сенен кішілер де ие болады. Құдай өзінің жерге пайғамбар жіберем деген уәдесін орындады. Демек, қазір ол менімен бірге. Бремблге соқтықпаңдар, естісіңдер ме? Аулақ кетіңдер одан. Брембл, қаш тезірек. Байғыз қозына неге шошытасыңдар? Мықты болсаңдар, мені ұстап алыңдар. Сәті түсті. Қой енді, қоя ғой, Брембл. Біз қасқырларды тоқтаттық. Енді олардан қорықпаймыз. Өйткені енді Құдай бізбен бірге. Сіз Джоэлді көрген жоқсыз ба? Менің ұлым Джоэлді көрмедіңіз бе? Сіз оны білесіз ғой. Ол әне, мен көріп тұрмын. Сені көргеніме сондай қуаныштымын. Сен оны көруің керек. Ол қандай? Ол ғажап. Сен оны өзің көруің керек, ұлым. Мен қатты қателесіппін, Джоэл. Бара ғой, өзің барып көрсейші. Мен сенімен бірге барам. Джоэл, менің айтайын дегенім. Сара, байсалды болшы, қалжыңдама. Мен байсалды болуға тырысамын. Кешір мені, рас айтып тұрсың ба? Мен әншейін сенің бақташы болатыныңды қызғанып қалып едім. Сен бәрібір өжетсің. Сен ештеңеден қорықпайсың. Сендей бауырым болғаны қандай жақсы, Джоэл. Сен білесің бе мұны? Енді күтудің жөні жоқ, Джоэл. Сонда қайда бармақпын? Мыналар пайғамбар әкелген сыйлықтар. Барсаңшы енді. Қорыққан жоқпын. Себебі сенің менімен бірге екеніңді білдім. Сен түсініп жатсың ба? Сен әлі құттай нәрестесің ғой. Менің атым Джоэл. Ал сенің атың кім? Оның аты Иса. Есімі қандай жақсы еді, өте әдемі екен. Иса? Әкемнің жаны қысына. Мен сыйлықты әкелмеппін ал. Ештеңенің жоғын қарашы. Мендегі бары тек Брембл. Есі қозы ғана. Брембл менде әрине келесі. Кезар. Дегенменде ол жақсы қозы. Ерке қозы. Нәрестесі оның ең жақсы көріп кететініне кәміл сенемін. Әлбетте. Ол сені қалай жақсы көрсе, қозын да солай жақсы көріп кетеді. Сіз дұрыс айтасыз. Мен бұл тілді өмір ұмытпаспын. Брембл қайда? Мен оны нәресте Исаға сыйладым. Қандай ғанибет іс жасағансың? Жарайсың, ұлым. Ал енді жүрейік. Тоқтай тұрыңыздар, Джоэл. Сен Иса үшін мына қозыға қарай тұрмас па екенсің? Мен Бремблді қарауым керек пе? Иә.
нәресте саға Бремблді қарайтын жақсы бақташы қажет. Мен әлемдегі ең жақсы бақташы болам. Мен уәде берем. Бірақ жақсы бақташының асатаяғы болу керек қой. Мария мені жақсы бақташ деп айтты. Ол дұрыс айтады. Біз пайғамбарды тағы да көре аламыз ба? Осы күннен бастап ол әрқашан бізбен бірге болады. Себебі ол бақташы болғандықтан ба? Иә, сенің де менің де.